Сәлеметсіздер ме? Мен Мұратова Дилана, 9-шы сынып оқушысымын. Менің ғылыми жобамның тақырыбы қазіргі жасөспірімдердің ағылшын тілін үйренуіндегі аниме мәдениетінің рөлі. Менің ғылыми жетекшім Сулейменова Жания Галиевна. Бұл жұмыс Сетпат атындағы мектеп балабақшасында орындалды. Бұл зерттеу жұмысында мен аниме көрудің жасөспірімдердің ағылшын тілін үйренуіне деген әсерін қарастырдым. Яғни қазіргі уақытта аниме жасөспірімдердің арасында өте танымал. Яғни көптеген жасөспірімдер бос уақыттарында аниме көріп, ағылшын тіліндегі сөздерді естиді және де субтитр арқылы оқып біледі. Аниме көру барысында жаңа сөздер табиғи түрде есте сақталады және де сөйлеу дағдысы дамиды. Сонымен қатар ағылшын тіліне деген қызығушылық артады. Зерттеу барысында аниме көретін және де көрмейтін оқушылардың нәтижелері салыстырылды. Нәтижесінде аниме көретін оқушылардың сөздік қоры жақсырақ дамитыны байқалды. Зерттеу нәтижесі аниме ағылшын тілін меңгерудегі қызықты әрі қосымша құрал бола алатынын көрсетті. Қазіргі жасөспірімдердің ағылшын тілін меңгеруіндегі аниме мәдениетінің рөлі. Тақырыптың өзектілігі. Аниме жасөспірімдер арасында өте танымал. Оның ағылшын тілін үйренуге қалай әсер ететінін түсіну тиімді және де оқушыларға қызықты оқыту әдістерін құру үшін маңызды. Зерттеудің мақсаты қазіргі жасөспірімдердің аниме көру және талқылау арқылы ағылшын тіліндегі сөздік қорды қалай меңгеретінін зерттеу. Зерттеу міндеттері аниме көрудің ағылшын тілін үйренуге деген мотивацияға қалай әсер ететінін талдау. Аниме арқылы қандай сөздер жиі үйренілетінін анықтау. Мысалы, күнделікті сөйлеу сөздері, сленг, мәдени ұғымдар. Ағылшын тілінде аниме көретін және де көрмейтін жасөспірімдерді салыстыру үшін сауалнама және де сөздік тест жүргізу. Болжам. Аниме жасөспірімдерге күнделікті өмірде қолданылатын ағылшын сөздері мен сөйлемдерін көбірек үйренуге көмектеседі. Менің ойымша, аниме жасөспірімдер арасында өте танымал. Бұл тек мультфильм емес, ол біздің қызығушылықтарымызға әсер етеді. Анимеде достық, батылдық және жеке даму туралы оқиғалар бар. Сол арқылы кейіпкерлермен байланыс орнатуға болады. Көп адам анимені ағылшын субтитрмен немесе дыбыстаумен көреді. Сол арқылы ағылшын тілін жақсартып, жаңа сөздерді үйренеді. Crunchyroll, YouTube, Discord сияқты платформаларда жанкүйерлер ағылшынша сөйлесіп пікір алмасады. Қорытындылай келе, аниме тек көңіл көтеру үшін емес, ағылшын тілін үйренуге де көмектеседі. Ол бізге сөйлеу дағдыларымызды дамытуды жеңілдетеді. Ағылшын тілін үйренуде аниме рөлі. Менің ойымша, аниме ағылшын тілін үйренуді қызықты етеді. Мұғалімдер сабақта аниме үзінділерін қолданып, жаңа сөздер және де мәдени тақырыптарды үйрете алады. Кейіпкерлердің табиғи сөйлеуі тілді түсінуді жеңілдетіп, есте сақтауға көмектеседі. Біз оқиғаларды қайта айтып, сахналарды сомдап, өзіміздің аяқталуын жазу арқылы сөйлеу мен жазуды дамыта аламыз. Аниме туралы топтық жобалар ағылшынша сөйлесуді және де бірлесіп жұмыс істеуді үйретеді. Қорыта айтқанда, аниме қызығушылығымызбен тіл үйренуді байланыстыратын тиімді құрал, сабақтарды қызықты әрі пайдалы етеді. Ал ендігі кезекте эксперимент. Біздің болжамды дәлелдеу үшін мен шағын тәжірибе жүргіздім. Тәжірибеге 9-шы сыныптың 2 тобы қатысты, әр топта 10 оқушы болды. А тобы 2 апта бойы күн сайын 20-30 минут ағылшын тілінде аниме көрді, ал Б тобы дәл сол сөздерді оқулықпен жаттығулар арқылы үйренді. 2 аптадан кейін 2 топқа әртүрлі тапсырмалар берілді. Оқушылар суреттермен жұмыс жасап, жаңа сөздерді қолдану бойынша ауызша және жазбаша жаттығулар орындады. Нәтижесінде А тобы сөздерді танудан 88%, ал сөйлемде қолданудан 82% нәтиже көрсетті. Б тобы 66% және де 55% нәтиже алды, және көбінесе қарапайым таптағыдай сөйлемдер қолданды. Бұл нәтиже біздің болжамымызды дәлелдеді. Яғни аниме көру жасөспірімдерге күнделікті өмірде қолданылатын ағылшын сөздерін жақсы үйренуге көмектеседі. Қорыта айтқанда, шетел тілін үйрену тек грамматиканы жаттаумен шектелмейді. Ол сөздерді нақты өмірден еркін қолдана білуді қажет етеді. Жасөспірімдерге өз қызығушылықтарына сай ресурстар маңызды, ал аниме солардың бірі. Аниме табиғи сөйлеу үлгілерін күнделікті қолданылатын сөздер мен сленгті қамтиды. Бұл оқушылардың қызығушылығын арттырып, тілді меңгеруі жеңілдетеді.
Сонымен қатар ол сыныптан тыс өз бетінше жаттығуға мүмкіндік береді. Жалпы алғанда, аниме жасөспірімдерге ағылшын тілінде еркін әрі сенімді сөйлеуге көмектеседі, және оны тек ойын-сауық емес, тиімді оқу құралы ретінде қарастыруға болады.